Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге түрік асханасынан түріктердің ең ерекше сүйіп жейтін тағамдарының бірі түрік бөліктерінің рецептісін ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті заттар осы видеоның астына описание бөліміне жазылады. Ең бірінші бөректердің қамырын дайындаймыз. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз қосып араластырып ыдысқа құямыз. Үстіне 1 жұмыртқаны салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнды осы сұйықтықтың үстіне салып, қолымызбен қаттылығы орташа мөлшерде қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тым қатты немесе өте жұмсақ болып кетпегені дұрыс. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, бөлме температурасында тындыруға қалдырамыз. Енді қамыр тыңғанша ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Кез келген тартылған етті алсаңыз болады. Менде сиыр еті және үстіне ұсақтап туралған сарымсақты қосып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка немесе өзіңіз қалаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Дәмдеуіштерді қосқаннан кейін жақсылап араластырып, сөлі тартылғанша қуырып аласыздар да астын өшіріп бетін жауып қоясыздар. Яғни салмасын дайындау сіздің көп уақытыңызды алмайды, бар болғаны 5-10 минутыңыз кетеді. Осы уақыттың ішінде біздің қамырымыз тынып дайын тұрады. Және тынған қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Әрбір қамырдың өзін бірдей мөлшерде 4 бөлікке бөлу қажет. Сол кезде бізде мөлшері бірдей 8 қамыр шығады. Енді осы бөлінген ұсақ қамырлардың өзін әрқайсысын жеке-жеке қолымызбен түйіп, осы видеодағыдай дөңгелектеп алуымыз қажет. Және қамырымыз кеуіп кетпес үшін үстіне осылай орамалды жауып қою дұрыс, және шетінен бір-бірден алып жая бересіз. Қамырды жайған кезде кәдімгі шелпек сияқты қылып, өте қалың немесе өте жұқа қылмай, орташа мөлшерде жаю керек. Қамырдың формасының дөп-дөңгелек болуы маңызды емес. Барлық 8 қамырдың барлығын осылай орташа мөлшерде жайып шығамыз. Енді бізде проценті жоғары 72-82% сары майды ерітіп аламыз да, осындай үлкендеу ыдысқа жақсылап жағып шығамыз. Үстіне қамырды салып, қамырдың үстіне де сары майды молынан аямай жағу қажет. Сары майды жаққаннан кейін оның үстіне екінші қамырды орналастырамыз және дәл солай оның үстіне де сары майды молынан аямай жағып шығамыз. Барлық қамырларды осылай ортасына сары майды жаға отырып орналастырып шығамыз. Енді қамырдың барлығын орналастырып болғаннан кейін қамырдың бетін жауып, бөлме температурасында 20 минутқа қалдырамыз. Яғни біздің сары майымыз кішкене қамырға сіңуі тиіс. Сары майды неғұрлым көбірек жақсаңыздар, қамырларыңыз соғұрлым тез жайылады. 20 минуттан кейін қамырды алып, барлығын емес, бір-бірден шеттен алып отырып жаямыз. Яғни бірінші қамырды қолымызбен алып, осылай тек қана шетінен ұстап тартсаңыздар, қамыр өзі жайылады. Ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Және де өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр өте жұп-жұмсақ пленка сияқты болып шығады. Осылай қамырымызды жайып аламыз да, созып ортасына салмасын саламыз. Салмасын қамырдың көлеміне қарай саласыздар. Менде 2-2,5 ас қасықтай кетті. Енді шетінен қолымызбен осылай рулет сияқты орап шығамыз. Қамыр өте жұқа болғандықтан бастапқы кезде жұмыс істеу қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ та бұл қамыр жұмыс істеуге өте ыңғайлы және өте оңай жұмыс істеу, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші қамырды шетінен осылай орап алғаннан кейін ары қарай оңай өзі орала береді. Әрбір қамырды жеке-жеке осылай орап шығамыз. Одан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, әрбір қамырды бірінің сыртына бірін осылай жалғастырып отырсаңыз болады. Сол кезде бізде үлкен бір бөрек шығады. Немесе әрбір қамырды жеке-жеке орап, кішкентай бөректер жасасаңыз болады. Енді жұмыртқаның сарысына сүт қосып, араластырып, осы бөректің бетіне жағып шығамыз. Үйіңізде мак, күнжіт болса, бетіне сеуіп әсемдеуге болады.
жасалуы қиын және де уақытыңыздың көп бөлігін алатын сияқты болып көрінгенімен жасалуы өте тез және де дәмі ерекше қытырлақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы бөректерді жасап көріңіздер. Бар болғаны 1 сағаттың көлемінде осындай дәмді ерекше қытырлақ бөректерді жасап үйдегі жақындарыңызды қуансаңыздар болады. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. 15-20 минутта пісіп шығады. Бөректерді піскеннен кейін ыстықтай жесеңіз де болады. Суытып, тосып отырудың қажеті жоқ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Bir жасағаннан осындай күшті түріктің бөректері шығады. Өзіңіз бір рет жасап үйреніп алғаннан кейін қайта-қайта жасай бергіңіз келеді. Және де қонақтарыңызға да ұялмай ұсына алатын өте дәмді тағам. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоның астына жасап жатсаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сонымен қатар менің каналымда ерекше ыстық тағамдардың етті бәліш, самсалардың рецептісі бар. Каналыма өтіп көре аласыздар. Сіздермен болған Нұрзат. Келесі видеода кездескенше.